Адамзаттың жер ғаламшар атауымен баршаға ортақ бір шаңырақтың астында тіршілік етуі маңызды құндылықтың бейбітшілік пен келісімнің ықпалы екендігі айқын. Діндер көшбасшылары өз қоғамындағы тұрақтылықты сақтау бағытында маңызды рөл атқарғандығы тарихи тұрғыда қалыптасты. Әлемдегі бүгінгі ахуал діндер көшбасшылары үйлесімді әлем үшін ынтымақтастықтың ауқымын кеңейту бағытында бірлесіп күш-жігер жұмсауды қажет етеді. Осы тәрізді үн қатысудың маңыздылығы әлемдік өркениет іс-қимылының заманауи үлгісі бола отыра, біздің әлемнің бірлігі объективті тіршілік ететінін дәлелдейді. Атап айтқанда, 130 этникалық және 18 конфессиялық топ өкілдері татулық пен түсіністікте өмір сүріп жатқан Қазақстанның бірегей тәжірибесі бірлік, келісім, сенім мен өзара түсіністік әлемінің куәлігі атанды. Еліміз тек экономикалық даму сатысында ғана емес, рухани мәдени өркендеу бағытында да өз жолын таба білді. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі жаңа Қазақстанның тарихындағы маңызды оқиғалардың қатарына кірді. Форумды өткізу бастамасын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көтерді. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезі 15 жыл бұрын 2003 жылы Астанада өтті. Форум әрбір 3 жылда Қазақстанның ел ордасында өткізіліп келеді. Бүгінде өркениет диалогы тарихының объективті және заңды тұрғыдағы шынайылығы түрлі дін өкілдері өзара тілектестік және мүдделі диалог жүргізу қажеттігін жеткізеді. Бұл ретте тараптар тек әңгіме өрбіту ғана емес, бір-бірінің сөзіне құлақ асып тыңдай білу керек. Биыл ғаламшардағы ірі конфессиялар өкілдері діндер лидерлерінің 6-шы съезін өткізу туралы шешім қабылдады. Іс-шара 2018 жылдың қазан айына жоспарланған. Биылға жоспарланған әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің ұраны діни көшбасшылар қауіпсіз әлем жолында. Ислам, христиандық, иудаизм, синтоизм, индуизм және буддизмнің беделді өкілдерімен бір қатар халықаралық ұйым жетекшілерінің қатысуымен форумға әзірлік жөніндегі отырысы өтті. Астананың бұл іс-шараны жоғары деңгейде өткізетініне күмән келтірмейміз. Дәстүр бойынша форумның қатысушылары арасында бүгінгі әлемдегі діннің рөлі және кез келген діннің негізгі моральдық құндылықтарының жалпы адамзаттық сипаты жөнінде ашық пікірлесулер өтеді. Діни негіздегі даулар себептерін анықтауға қатысты өзекті проблемалар топтамасы қозғалады. Қазіргі әлемде дін лидерлерінің халықаралық өткір мәселелер шешуде рөлі аса маңызды. Биыл діни көшбасшылар қауіпсіз әлем жолында атты ұранмен айшықталған 6-шы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі өтеді. Біз ортақ күш-жігеріміз бен діндер мен өркениеттердің шынайы текетірестеріне жол бермеуіміз керек. Соның үшін съезде моральдық құндылықтар, бейбітшілік пен қауіпсіздік, қоршаған орта және үйлесімділік, шынайы диалог пен ынтымақтастық, әділеттілікті ілгерілету тақырыптары басты назарға алынады. Біз әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезін ел ішінде ғана емес, ғаламдық халықаралық қоғамдастықта да Қазақстан Республикасының бейбітшіл саясатының нәтижесін нақтылайтын ерекше оқиға ретінде бағалаймыз. Съездің нәтижелері өркениеттер, мәдениеттер және діндер арасындағы диалогты ілгерілетуде маңызды сындарлы рөл атқарады. Олар адамдарды жақындастыра түсіп, әлемдегі дінаралық өзара түсіністікті нығайтатыны сөзсіз.